Ассалаумағалейкум құрметті достар, қайырлы түн дейін ба, қайырлы кеш. Негізі сағат 7:30 болып қалды. Ауылдың тұрмыс тіршілігі сіздерге түсіріп өтейін дегенім ғой. Жалпы ауылда не жаңалық бар дейтіндер ше, ауылда дым жаңалық жоқ негізінен. Мынандай бізде мынау камера сияқты қойып қойғанбыз да, движение. Ауылда айтады не жаңалық бар. Ауылда дым қазіргі таңда жұмыстың жоқ. Мына жақта қойлар бар, мына жақтан қойлар, мына жақта шөптерін жейді, мына жақтан жемдерін жейді деген сияқты. Мынау адам келген кезде жанатын обманка 1800 теңгеге сатып алғанбыз. Ауылда жалпы жазда ғана тіршілік басталады. Неге десеңіздер, қыста жұмыс жоқ, тек малды бордақлап, жаңағыдай не қыласыздар, но менің штативім осы жерде түсіретін. Міне мысалы мына бір трактор жүреді, мынау да жүреді, бірақ бұны онша қолданысқа қолданбаймыз. Мысалы мына тұрған зданияны 12 метр қылып толыққанды ішіне бидай салуға арнаймыз деп ойлағанбыз, бірақ ол соңына дейін бітпей қалды. Енді мысалы жалпы мына жақ қараңғы болып кетті, мен былай жүрейінші. Ауылда не істейсіңдер дейді ғой қыста. Ауылда қыста ештеңе істемейді, жатады, жеп, мынандай шөптерді қойларға беріп, ет біткен кезде сол қойыңды соясын, ары бері шақырады қонаққа деген сияқты. Сол қонақтарға барып қайтасың, Алматыға, ана жаққа, мына жаққа. Негізінен ауылда жұмыс жаңағыдай, енді жұмыс дегендер бизнес ашып қойғандар, магазин, анау мынау деген сияқты дүкендерді ашып қойған. Сол жазда не істеуге болады? Кішігірім мынандай газелің болса, неге шықсаң болады? Мал базарға, там темір жинасаң болады деген сияқты. Негізінен ауылда өте қатты жұмыс жаз айында басталады ғой. Мынандай комбайндармен жаңағыдай не істеген кезде не деуші еді, полядан жыртасыздар ғой, жаңағыдай бидай, арпа, егіншілік, сол жақсы дамылған ғой негізі ауылда. Ауылда жалпы жұмыс егіншілік, сосын жаңағыдай мал шаруашылығымен, қыста жаңағыдай малды кіргізіп бордақлап, оның етін сатып қалаға жөнелту. Жаңағыдай колхозник дейді көбісі. Айтады ғой колхозник деп, өзінше сол не істей білмейді колхозниктің жаңағыдай соған етті, нанды жіберіп отқанынша олай негізінен айтпаған дұрыс. Көп адамдар солай айтады да, колхозник анау мынау депші. Не деймін, енді ауылдың тұрмыс тіршілігін қорытындылай келетін болсақ, қыс айында жұмыс жоқ, көктем айында басталады. Пахота дейді. Пахота дегеніміз жер жырту, жерді жыртады, одан кейін оны өңдейді, дәрісін себеді, егінін егеді, сөйтіп оны жинап алады. Сөйтіп жинаған ақшасын ары қарай дамыта береді ғой, мал, шөп деген сияқты. Не деймін басқа? Мен YouTube арнама осындай кішігірім видеолар салып қойын деп шештім. Баршаңызға рахмет, тіркеліп қойыңыздар, лайктарыңызды басыңыздар, аманшылықта болыңыздар. Егер тағы сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Сіздерге міндетті түрде жауап беруге мен дайынмын. Әрқашанда видеоңыз өзі 3 минут болған екен. Не айтам басқа? Ауыл деген осы, көшемізде жарық шамдар бар, өте тамаша. Ауыл дамыған, көше асфальт, мінекей. Асфальттан адам, машиналар әшін зуылдап өтіп тұр деген сияқты. Мінекей. Мысалы, міне, мынау селка дейді, бұл жаңағыдай арпа, бидайларды себет осымен жоңышқа деген сияқты. Ананың ішінде жоңышқаның тұқымы кішігірім болады, соны тартады да кішірейтеді деген сияқты. Анау тұрған бізде соқа, ол жер жыртады. Мынау комбайн деп аталады. Бұл бидайды, арпаны шабады дағын, бункерге жинап, қалғанын кесіп, арт жағынан шығарып отырады. Басқа жаңалық өздерің. Міне қазір бізде январ айының 12-сі, бүгін 12-сі. Жамбыл облысында мінекей осындай ауа райы өте тамаша, қар жоқ болып тұр. Қар әлі түспеді. Көшемізді толыққанды көрсетіп өтейінші сіздерге. Өте керемет жарық шамдармен жабдықталған. Әдемі көшеміз осындай, мінекей тамаша. Ал достар, менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздерді алдағы уақытта кереметтей видеолар күтетін болады.